Сіздерді келе жатқан мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біріншіден сіздерге тілейтінім денсаулық, екіншіден бұл шыдамдылық. Бүгінгі күнде екі неміз ең маңызды шығар. Және де отбасыларыңызға амандық болсын, осылай әдемілеп, күлімдеп жүре беріңіздер. Құрметті менің әріптестерім, сіздерді бәріңізді мінекей төл мерекемізбен құттықтаймын. Ең бірінші тілейтінім денсаулық. Үлкендеріміз аман болсын, жанымызда балапандарымыз аман болсын, жанындағы жолдастарың, бәріміз жолдасымыз қойсын, жолдастарың аман болып, біздің еңбегімізді түсіне білсін. Не айтайын, рахмет құттықтауларыңызға, тілектеріңізге. Осындай бүгінгі сияқты жарқыраған күн әрқашанда бола берсін. Алла жазса, биылғы енді біраз немізді бұзып тастады. Бұл қазір мысалы мектепте гүржілдетіп отырушы едік. Енді топ-топпен өздеріңіз білесіздер дедік. Екіншіден арман қарай сіздерге жұмыс туралы айтайын дегенді. Келесі жұмадан бастап бізде БЖБ. Сол себептен БЖБ-ның кестесін сіздерге бір күнді бірнеше сыныпқа, бір сыныпқа мысалы бірнеше бақылау жұмысы болмасы үшін біз кестені мен сіздерге жасап жексенбі күні жіберемін. Сіздердің сабақ кестелеріңізге байланысты осы келесі жұмада, әрбір сыныпқа 2 БЖБ-дан артық алмайтындай жағдай жасап сіздерге кесте жібереміз. Бастауыш сыныптар сіздер тура солай істейсіздер. Яғни балаларға өте көп